Маргулан балам шулай бермеңдер. Ойыншықтарды жинаңдаршы, Сабыржан. Қалай отырсыңдар? Жақсысыңдар ма? Алтындарым менен сарықта келдім. Бұл тамам неге жылап жатыр ол? Білмеймін, апа, түнімен ұйықтамады. Кеше неге апардың тойға? Бұл тойдан ауырып қалды ғой. Білмеймін ғой, Көз апа. тиді ма? Әкел бермен, өзім шылайым ма? Тойдың майымен. Менте сіз тамақ істеп тастайын, қазір ерекен келеді. Şimdi tabak şişesi şey tamam. Үйде жиналмаған бәрі бағып атсыңдар ғой. Тамағың да дайын емес қой, сен не істегенсің бағанан бері? Әже істеп жатыр дейсің ба? Бала ауырып мазасы жоқ. Түнімен ұйықтамай шықты. Бір баланы сылтау қылмашы маған. Бұндай болса сырттақ тамақ жеп келетінім ғой онда. Мені демалып жатыр деп ойлайсың ба? Үлгермей жатырмын мен. Не мынау бағып жатыр үйдің бәрі? Балам неге ақыр байқайлап жатсың? Жұмыстан келген кезде үй таза болып, ауқат дайын тұрса жақсы ғой. Бала деп баланы сылтау қыла береді. Дайын болмаса өзіңе қуырып жей сал, өзіңе істей сал. Оған ештеңең кетпейді ғой. Оның да қолы тиіп жатқан жоқ. Қазанның астын өшірсе, күйіп па бірдеңе қылып жатыр, ішсін. Жәрдемдес, көңіліңді көр. Балдарың да шошылмайды сендерді көріп. Сол айқайға әбден жаман үйреніп қалады. Айып етпеңіздер, ашумен айтып қалдым. Бота, сен жақсы көретін пиццаға тапсырыс бердім. Кола ішесің ба или сок ішесің ба?